Сәлем достар. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз. Өйткені бұл видео арқылы сіз химия есептерін нөлден бастап шығарып үйренетін боласыз. Ең бірінші бізге есеп шығару үшін қажетті заттар. Бізге ручка, дәптер керек болады. Сонымен қатар есеп шығару үшін әрине калькулятор керек. Және де міндетті түрде Менделеев кестесі керек болады. Мысалы, менде осындай кітаптың қоспарағындағы Менделеев кестесі. Есебімізді ең бірінші шығармас бұрын формуламен танысып алайық. Бұл жерде қолданылатын негізгі бір формула бар. Соны жақсылап жаттап алайық, достар. Барлық есептерде өте жиі кездесетін формула болып табылады. Айтпақшы, достар, видеоны осы форматта түсірген қалай, сіздерге ұнайды ма? Ұнаса, астына ой пікіріңізді жаза кетіңіздер. Бізде осы ең жиі қолданылатын формула, яғни зат мөлшерін табу формуласы. Зат мөлшері нью, мынандай ирек болып жазылады былай. Нью деп оқылады. Зат мөлшері, қазақша айтылуы зат мөлшері, таңбалану осылай жазылады. Тең кішкентай м бөлінген үлкен м-ға. Кішкентай м зат массасы, үлкен м дегеніміз молекулалық масса. Молекулалық масса, мысалы, кез келген зат болуы мүмкін. Мына жерде мысалы молекулалық массасы немесе оның атомдық массасы деп атаймыз. Молекулалық масса болса мынандай формуланы алынады. Атомдық масса болса бір ғана атом үшін алынады екен. Яғни бұл жерде м дегеніміз молекулалық массаға тең. Яғни мысалы натрий хлордікі натрий 23 кесте бойынша, хлор 35-те 5. Екеуін қосқандағы сан бұл м-ға тең екен. Мысалы сутек үшін, сутек атомы үшін сутек 1-ге тең, 1 көбейту 2, 2. Сонда м 2-ге тең деген сияқты аламыз. Бұны мысал ретінде осылай жазып қойдым. Сіз кез келген атом үшін немесе молекула үшін оның мрін, айрын мәнін осы м-нің мәніне қоямыз. Яғни м тең мр-ға. Осылай жазып қоямыз. М тең мр-ға. Осы заңды осыны жақсылап білетін болсақ, біз барлық есептерді өте дұрыс шығаратын боламыз. Ең бірінші есебіміз келесідей, өте мұқият қараңыздар. Мен осындай есептерді интернет желісінен осылай шығарып алдым. Сіздер де өзіңізге қажетті есептерді осылай шығарып алсаңыздар болады. Бірінші есебіміз мынандай. Массасы 106 грамм калий карбонатына 73 грамм тұз қышқылын қосқан. Бөлінетін газдың қалыпты жағдайдағы көлемін анықтаңыз делінген. Бұл жерде көлем туралы да айтылған екен. Әрине, көлемге қатысты да зат мөлшерінің формуласы бар. Ол келесідей болады. Қараңыз, достар, бұл жерде зат мөлшерінің көлемге қатысты формуласы. Зат мөлшері тең В бөлінген ВМ. Мына формулаға өте ұқсайды. Мысалы, мына жерде массалар қатынасы, ал мына жерде көлемдер қатынасы деп есте сақтасаңыз болады. Мысалы, есепте масса берілсе, осы формула бойынша, көлем берілсе, осы формула бойынша қолданатын боламыз. Оның ішінде мынау үлкен м-ді айтып өттік не екен, ал мына жерде ВМ деген бұл мольдік көлем деп айтылады. Мольдік көлемнің мәні 22,4-ге тең. Ол тұрақты шама. Оны уайымдап ойлаудың қажет жоқ. Яғни есеп шығарғанда тек қана көлем болса болды, осының тұрақты мәнін қойып, бірден зат мөлшері табылады. Осы екі формуланы жақсылап жаттап алайық. Және келесі есептеріміз осы екі формула бойынша шығарып үйренетін боламыз. Жаңа жоғарыда атап өткен есеп дәл осы екі формула қолданатын боламыз. Ең бірінші біз қажетті реакция теңдеуін жазып алайық. Есебіміздің шарты мынадай. Массасы 106 грамм калий карбонатына 73 грамм тұз қышқылын қосқанда бөлінетін газдың көлемін анықтаңыз. Яғни қалыпты жағдайда.
Яғни мен берілгенін жазып алдым. Реакция теңдеуін калий карбонаты, яғни калий 2CO3, ол су, тұз қышқылы H хлор, нәтижесінде калий мен хлор қосылады, H2CO3. Мына екеуі H2O мен CO2-ні біз көмір қышқылы деп те жазуға болады, немесе осылай екіге бөліп жазсақ болады, яғни су және көмір қышқыл газы ретінде. Яғни бізде есептің шартында нақты айтылған, яғни газ бөлінді деп, осы газдың көлемі деп. Сондықтан да біз осы қышқылды екіге бөліп жаздық. H2CO3-ті осылай су және CO2 газы деп алдық есептің шарты бойынша. Енді бағана үйренген формулаларымызды қазір іске асырып үйренетін боламыз. Реакция теңдеуін теңестіріп алдық. Төбелеріне жазып қойдым, қараңыз. Мына жерде кальций карбонаты 106 грамм, тұз қышқылы 73 грамм. Әрқайсысының біз зат мөлшерін тауып аламыз. Өйткені бізде масса берілген, масса арқылы біз зат мөлшерін таба аламыз. Сондықтан мына масса үшін зат мөлшері, мына масса үшін зат мөлшерін тауып аламыз. Әрі қарай түсіндіретін боламын. Мінекей бірінші зат мөлшерін тауып алдық, яғни бұл 106 грамм үшін. Нью тең М бөлінген М-ға. М деген зат массасы, яғни берілген 106 граммды бөлдім оның МР-ына, яғни М бізде МР-ға тең деп айтқан болатынбыз. Бұл жерде 138-ді қайдан таптыңыз дейтін болсаңыз, қараңыз, 16, оттегі 16, 16-ны 3-ге көбейтеміз, қосамыз 12-ге, және де калий Менделеев кестесі бойынша яғни көріп отқандарыңыздай 39-ға тең калий. Калий 39-ға тең, 39-ды 2-ге көбейтеміз. Барлығын қосқанда 138 болды. 106-ны 138-ге бөлгенде 0,7681 болды. Екінші зат мөлшерін анықтаймыз, яғни 73 грамм үшін зат мөлшерін табамыз. Яғни бұл мынау тұз қышқылынікі. Осының молекулалық массасы қолданылады. Нью тең 73 бөлу 36,5. 36,5 дегеніміз мынау тұз қышқылының МР-і. 35-те 5-ті бірге қосқанда 36-да 5, яғни 73-ті 30-ға бөлгенде 2 болады екен. Енді мән беретін болсақ, мынау реакция теңдеуі бойынша мынау тұз қышқылының алдында 2 деген коэффициенті бар. Осы зат мөлшерін біз 2-ге бөліп жібереміз. Сол кезде 1 болады. Енді 2 зат мөлшерін салыстырайық. 0,7681, қараңыз, 0 бүтін деп тұр. Ал мынау 1 бүтін. 1-дің өзі. Қайсысы күші? Әрине, мынау күші. Осы зат мөлшерін алып, біз мынау көлемін табатын боламыз. Енді бағанағы көлемге қатысты зат мөлшерінің формуласын еске түсірейік. Яғни ол формула бойынша нью тең В бөлінген ВМ, яғни көлемге қатысты. Өйткені қараңыз, мына жерде көлем сұрап тұр. Мына төбесіндегі көлем сұрап тұр. Көлемді табу үшін зат мөлшерін көбейтеміз ВМ-ға. ВМ бізде тұрақты шама. Сол кезде бізде зат мөлшері бар. Демек, өте оңай шығарады екенбіз. Яғни зат мөлшері бізде мынау таңдап алған зат мөлшеріміз. Қалай таңдап алдық? Яғни біз екеуін салыстырдық. Қайсысы кіші, соны есепке қолданамыз. Яғни бізде келесі белгісіз затты біз кіші зат мөлшері бойынша есептейміз. Осы зат мөлшерін көбейтеміз ВМ-ға. Мінекей достар, мен жазып қойдым. Бұл жерде мына көлемді табу үшін не көбейтілген ВМ. Мені былай түрлендірдік. В тең не көбейтілген ВМ. Немесе мынау. Бір формуладан, мысалы, 2 формуланы біз шығара алады екенбіз. Яғни бұны түрлендіреміз деп айтамыз. Ойдан шығарған жоқпын ешқайсысын. В тең мынаны мынаған көбейткенде мына мәнді табамыз деген сөз. Осы көлемді табу үшін бізде зат мөлшері мынаны таңдап алдық. Осы зат мөлшерін алып, алдым 0,7681 көбейту ВМ-ға. ВМ бізде тұрақты шама 22,4. Сонда екеуін көбейткен кезде 17,2 литр. Өйткені оны тауып отырмыз біз көлемді. Көлемнің өлшем бірлігі литр. Яғни газдың көлемі бізде 17,2 литр екен. Мінекей достар, сіздерге осындай форматта видео түсірген қалай, яғни
менің енді осындай контент жасауда жаңа құралдарым пайда болды. Осындай форматта түсірген қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Егер ұнаған болса, егер осы видео түсінікті болатын болса, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Алда одан да қызықты, түсінікті сабақтар болатын болады. Назарларыңыз үшін рахмет.